Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен осындай өте нәзік, дәмді болып шығатын, үй жағдайында жасалатын пряники рецептісімен бөлісетін боламын. Сіздермен меруерт. Рецепті толықтай біліп алу үшін соңына дейін қараңыздар. Енді шұңғыл ыдысымызға ұнымызды және қантымызды саламыз. Қанша грамм қосатын мен описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Екеуін жақсылап араластырып, оның үстіне қайнап тұрған сүтімізді құйып, бір келігі масса, яғни іртік қалмайтындай масса жасап араластыратын боламыз, қыздар. Ең бастысы бұл жерде ешқандай іртік қалмауы керек. Жақсылап араластырамыз. Дәл осындай масса болып шығады. Оның үстінен біз сұйық майымызды, бір жұмыртқамызды және де 2 жұмыртқаның сарысын қосатын боламыз. Жаңағы 2 жұмыртқаның ағын тастамаңыздар, ол бізге қазір қажет болады. Мінекей, бірінші май мен массаның бірігуіне біріктіріп, жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқаларды салып араластырамыз. Енді оның үстіне қопсытқышымызды, егер де сіздерде ванилин болатын болса, ванилинді салып жіберсеңіздер болады. Мінекей, қалған ұнымызды салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Қыздар, мен айтуды ұмытып кетіппін. Біз бұл жерде толықтай 625 грамм ұн қосамыз. Бірінші қосқан ұнымыз 125 грамм. Міне мынау екіншісі 500 грамм. Мінекей, жақсылап осылай қолға жабыспайтын, ыдысқа жабыспайтын өте жақсы қамыр шығады. Мінекей, қамыр бірден осылай жайып пісіре берсеңіздер болады, холодильникке қоймай. Мен қалыңдығы 1 сантиметр қылдым. Кішкене ұн сеуіп жіберіңіздер. Осылай жайып, кез келген формада кесіп өздеріңіз пісіре бересіздер. Қызып тұрған пеште 15-20 минут, қыздар. Мінекей, менде жүрек формасы арнайы. Осылай кесіп алып, табамызға пергамент қағазын салып, қызып тұрған пеште пісіріп алатын боламыз. Енді біздің пряникіміз пісіп шығам дегенше, біз оның глазурын дайындайтын боламыз. Глазурге жаңаға 2 жұмыртқаның ағы және де 170 грамм сахарная пудра керек болады. Жақсылап көтерілгенше миксерлейтін боламыз. Егер де сіздерде миксер болмаса, венчикпен істесеңіздер де болады. Ең бастысы бізде жұмыртқа көтерілу керек. Өте үлкен мөлшерде әппақ болып. Жұмыртқаның прям анандай қатып қалуы, қоюлануы қажет емес, қыздар. Бізге сұйық болса да жарайды.
Мінекей біздің меренгамыз дайын болды. Біздің пряникилеріміз де мінекей осылай әп-әдемі болып пісіп шықты. Мінекей енді піскен ең басты суыған пряниктердің үстіне жаңа глазурімізді жағып қойып қоятын боламыз. Сіздермен болған меруерт ас болсын. Егер де рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, қоңырау жазусын басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің маған әрбір басқан лайк, подпискаларыңыз үлкен қолдау. Рахмет.